Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне қауіп әкеледі. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді. Ғаламда әр адамның өз орны бар. Егер бізде қайта туу нәсіп болса, мен екінші ретте сығанақта дүниеге келуді қалаған болар едім. Талпыныс тәжі табандылық. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Мінез құлық міні рухани кеселге жатады. Сұлу сөз жан сергітеді. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерінің қыр-сырын ұғынуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш. Бейқадамдық сәтсіздікке әкеледі. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарту. Мінсіз дос іздеген доссыз қалады. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ал ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы керек.